Сәлем қыздар, мен сіздерге қазір фотоға қалай жан кіргізуді көрсететін боламын. Ол үшін мысалы мынадан шығамыз да. Ол үшін бізге Pixaloop программасы қажет. Міне Pixaloop программасына кіреміз. Осы жерде кіремізден создать проект басамыз. Создать проектті басып, мысалы фото таңдаймыз. Бізге қандай фото қажет? Қажет фотоны таңдап аламыз. Мына фотоны таңдай саламыз сіздерге. Мына фотоны таңдадық. Енді осыны қалай анимация жасаймыз? Анимация деген белгіні басамыз да, мына жерде путь деп жазып тұр. Путьті бассақ, бүйтіп мыналарды үстін бүйтіп сызып шығамыз. Чтобы мына көйлектер волна болып қимылдап тұруы үшін. Міне. Енді мына якор дегенді таңдап, мысалы якорды таңдамасаңыз, мына көйлек суреттің несі өзгеріп кетеді. Сондықтан мына якорды таңдау қажет. Ол үшін бүйтіп мына көйлектің алдының бәрін осылай неғып шығамыз. Якор. Міне енді көріп қараңыздар, көйлек кәдімгідей қимылдап жатыр. Енді бұл дайын болды. Енді былай шығамыз да, ана аспанымызға бет келеміз. Мысалы, аспанды қоюға болады. Міне осылай қоя аласыздар. Былай қоюға болады. Мына жерде ана про дегендері ол ақылы түрдегі аспан. Ана про деп жазу жоқтар, ол тегін жасауға болады. Мысалы, осыны жасадық па? Енді мына төбеде мынау стрелка тұр. Оң жақтағы ең соңғысын, соны басамыз, сөйтеміз да экспортты басамыз. Енді біздің суретіміз сақталады. Міне осылай суретке жан бітіруге болады.